Мен үшін өнер ол бақыт. Себебі ол менің жақсы көретін жұмысым. Мен өнер арқылы өзімнің жан дүниемді, ішімде болып жатқан белгілі бір жағдайды көрсете аламын. Және де өнер арқылы мен адамдарға көмектесе аламын. Адамдарға эмоция сыйлай аламын. Сол үшін өмір мен үшін ол бақыт, ол мен үшін ол менің жан дүнием. Динара Өтелбаева Алматы облысында Жетіжал ауылында дүниеге келді. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің көркем сурет факультетін Алматы қаласындағы бейнелеу өнері мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп, сол жерде магистр дәрежесін алды. Жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін 7 жыл Астана қаласының, Талдықорған қаласының университеттерінде графикалық дизайн студенттеріне сабақ берді. Ол Қышмашылар одағы ұйымдастырған көптеген көрмелерге, сондай-ақ жеке көрмелерге қатысты. Талдықорған және Астана қалаларында 2 жеке көрме өткізді. Астана қаласының жас суретшілер одағына кірді. Сондай-ақ Астана қаласының іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі болды. Өмірді өнердің өтірігінен құтқарамын деу құр әрекет дейді Жорж Батай. Арма ағайын, бүгін сіздермен ол кім бұл не бағдарламасы Астанадамыз. Бағдарламамыздың мақсатын тағы да еске сала кетейік. Шығармашылықтың шыңында жүрген жандармен өнер туындылары туралы сұхбат құратын боламыз. Бүгін бізде дарынды суретші Динара Өтелбаева. Қош келдіңіз, Динара ханым. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Жақсы, қайырлы күн. Енді мен білетін көбінесе бағдарламалардың көбісі өнер туындылары жайында емес, көбісі сол өнер адамдары, әнші, биші, күйшілерге, блогерлерге байланысты болып жатады. Ал осындай өнердің бір ерекше жанрында жүрген, яғни суретшілер, мүсіншілер, қолөнерге байланысты жандарға неге осындай бір бағдарламалар аз болады? Негізі осы сұрақ мені де мазалайды. Себебі мен де көп интервью бағдарламаларды қараймын. Сол кезде көбінесе жаңа сіз айтқандай блогерлар, әншілер көп сұхбат алып жатады әншілерден, ал суретшілер, осы мүсіншілер тыс қалып жатады. Енді бұл жағын білмедім, мүмкін біздің өзіміздің жаңағы жан дүниеміз өзі сондай шығар. Біз біз көбінесе тыныштық керек бізге. Біз өзі негізі көбінесе суретшілермен сөйлесетін болсаңыз, көрмелерге баратын болсаңыз, суретшілер көп сөйлемейді ғой. Шығармашылықпен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Шығармашылықпен айналысып жүргеніме 12 жылдан асты. 12 жыл. 12 жылда қанша шығарма дүниеге келді? 12 жылда 4000-нан астам шығармашылық жұмыстар жазып үлгердім. 4000-нан астам. Сол 4000-нан астам әрбір суретке, әрбір өнер туындысына идея қайдан келеді? Ең басында жаңадан сурет салып бастаған кезде көбінесе фотодан көшірме жұмыстар болды. Ол идея кейін келе, қолың жаттыға келе, көп жаңағы насмотренность дейді ғой, көре келе, сенде уже идея қалыптаса бастайды. Және де мен тапсырыс бойынша жұмыс жасаймын. Көптеген адамдармен солардың өзінің ойы, мысалы олар айтады, қандай осы картинада нені көргісі келеді, соны ауызша маған айтады. Мен сол бойынша жұмыс жасаймын. Кейбір идеялар солай туындайды. Жалпы сіз секілді не болмаса сізден асатындай мықты, талантты, дарынды суретші болу үшін міндетті түрде бір белгілі университетті бітіру керек пе? Оқу орнын әлде ол бітірмей-ақ келетін өзі дарын ба, таланттылық па? Менің ойымша белгілі бір оқу орнын бітіру керек емес деймін. Ол мақсат алдына қойған мақсат бойынша. Егер мен осы оқу орнын бітіру керекпін, оқу керекпін деп міндет оқу керек әрине. Қазіргі уақытта өте көп неше түрлі курстар бар, мастер-класстар бар. Соны өтіп ақ кейбір
адамдар сурет жолын бастап кетіп жатыр. Ал енді академизм, прям осындай суретке беріліп, оқып, ары қарай соны мұғалім ретінде жолын жалғастырғысы келсе, онда әрине міндетті түрде оқу керек. Сіз өзіңіз бір белгілі оқу орнын бітірдіңіз бе, әлде мамандығыңыз бөлек пе? Әрине бітірдім. Мен бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша оқып бітірдім. Негізі мен мамандығым мектепте бейнелеу өнерінен сабақ беретін мамандық. Сол жерде оқып жүріп, мен сурет салудың бастапқы негізін сол жерден үйрендім. Кейін өзім университетке сабақ беретін мұғалім болып орналасқан кезде мен көбінесе осы творчестволық жолды сол кезден бастадым деп айтсам болады. Жаңа енді сұхбат барысында айта кеттіңіз, көбінесе сол тапсырыстар бойынша суреттер саламын деп, сізге тапсырыс беру үшін, сурет салдыру үшін сізді қалай тауып жатады адамдар? Қазіргі уақытта Инстаграм желісі арқылы жұмыс жасаймын. Инстаграм, Фейсбук, ТикТокта да менің өзімнің аккаунттарым бар. Сол бойынша, бірақ негізі Инстаграм. Және де тапсырыс берген адамдар арқылы естіп жатады, көріп жатады, солар арқылы да адамдар мені іздеп тауып хабарласып жатады. Жалпы енді біздің бағдарламамыздың тағы да ең бірінші мақсаттарының бірі ол кез келген сол суретші болсын, мүсінші болсын, азамат не болмаса азаматшаның шығармасын таныту. Барлығын болмаса да бір не болмаса екеу, үшеу деген секілді ғой. Жалпы енді бүгін біздің студиямызға алып келген туындыңыз туралы айтсаңыз. Қазақи нақышта, Қазақи нақышта, қазақи тақырыпта Алты бақан деген жұмыс. Бұл жұмыс қателеспесем 2016-2017 жылы жазылған жұмыстар. Мен негізі осы сурет жолын бастаған кезде маған осы өзіміздің ұлттық тақырып өте қатты ұнайтын. Себебі бұл жерде ұлттық колорит, біздің ұлттық киіміміздің жаңағындай түстері, ою өрнектері бұл өте әдемі, және де біздің қазақтың табиғаты, біздің негізі салт дәстүріміз өте бай ғой. Осы тақырып мені өте қызықтырды. Сол себепті мен кезінде тек қана осы ұлттық тақырыпта суреттер салатынмын, және де бұл жұмыстар сұраныста өте жақсы болады. Бұл шығарманың салынуына қанша уақыт кетті? Бұл шығарма 1 ай көлемінде салынды. Өзі бір тақырыптар болды. Ұлттық жаңағы именно осындай қазақи салт дәстүрлерді көрсету барысында. Сонындағы бір тақырып осы Алты бақан жұмысы. Жалпы салыну техникасы жайлы айта кетсеңіз, қандай бояулар, не болмаса бір қандай ерекшеліктері бар басқа суреттерден қарағанда? Кенеп, майлы бояумен салынған жұмыс. Бұл енді бізде бейнелеу өнерінде өте кең тараған түрі. Осы негізі осы майлы бояумен басталады. Көптеген осы суретшілердің жұмысы. Және де бұл жерде түстерді бір-бірімен үйлестіру өте керемет. Сол үшін маған бұл техника өте ұнайды. Майлы бояумен кенепте салынған жұмыс қазақи нақышта. Енді бір салынуда өзіндік бір түстері, және де жаңа қылқаламмен салу ерекшеліктері бар. Ал былай жалпы осы. Жалпы енді 12 жыл ішіндегі жаңа айта кеттіңіз, 4000-нан астам өнер туындылар болды деп, солардың қанша пайызы шамамен осындай қазақи нақышта? 30%. Жалпы бізде осындай қазақи нақыштағы өнер туындыларын бағалау қалай? Бағалап жата ма? Әлде назардан тыс қалып жата ма? Неге бағаланады? Бізде қазіргі уақытта мысалы өте жақсы бағаланады қазақи нақышта, қазақи тақырыптағы жұмыстар. Енді кезінде, бастапқы кезде, көбісі ондай жұмыстарды көп түсіне қоймайтын, көбісі нақты, реализмді жақсы көретін. Реализм, мысалы, аттар шауып келе жатқан сондай тақырыптар. Ал кейінгі кезде осы ұлттық нақыштағы абстракциямен ұштасқан жұмыстар өте жақсы бағаланады. Егер жасырын болмаса, дәл осы картинаның бағасы неше?
Бұл жұмыстың қазіргі осы тұрғанда бағасы 800 мың теңге. Мен бұл жұмысты қазір сатуға қойған жоқпын. Өйткені бұл жұмыстар өзімнің коллекциямда тұрған жұмыстар, сақтаулы. Жалпы енді сіз өзіңіз жеке дара осы суретші болып жүріп қалай күн көресіз? Осылай сату арқылы ма, әлде тұрақты бір жұмысыңыз бар ма? Нақты бір жерде? Қазіргі уақытта қателеспесем 4 жылдай болды, мен ешқай жерде жұмыс жасамаймын. Бұрын университетте сабақ бергенмін, тұрақты жұмыста болдым. Қазір мен тек қана осы тапсырыс бойынша суреттер саламын. Жалпы қазақи нақыштағы шығармалардың идеясы қайдан келеді? Енді расменде қазір көбіміз бір қазақи нақышта киініп не болмаса, мұндай стильде жүрген жоқпыз ғой. Дұрыс айтасыз, қазіргі уақытта өте қиын бұндай тақырыптарды бір нақышына келтіріп салу өте қиын, себебі біз оны көзбен көрмейміз. Көзбен көру мүмкіндігі жоқ. Бірақ та маған идея алуға, бір костюмдердің ерекшелігін көрсетуге көмектескен нәрсе ол бұрынғы біздің кинолар, содан кейін клиптар. Мен жаңағы ерте кезде түсірілген қазақтың осы ұлттық киноларын көп көрдім. Сол жердегі кадрларды, Қыз жібек пен төлеген мысалы фильмі, Жау жүрек мың бала, қандай қазақша нақышта прям кинолар шығып жатады, соларды міндетті түрде көріп, мен сол киноларды именно осы идея үшін көретін. Сондай қандай костюм киген, қалай отырған, қандай түсте жаңағындай салт дәстүрдің бір элементтерін, сондай идеяларды сол кинолардан, клиптардан көп алдым. Жалпы енді осы суретші болып жүргендегі тәжірибеңіз бойынша сіз үшін ең қиын дүние қалай осы жолдағы? Ең қиын дүние ол енді әйел ретінде айтатын болсам, ол қазіргі уақытта менің жанұям бар, бала шағам бар. Сол себепті өнер жолымен жанұяны бірге алып жүру. Өйткені біздің көп уақытымыз, әйел адамдардың көп уақытысы жанұямен байланысты. Бала шағаңа көмектесу, қарау, тамағын жасау, үйіңді тазалықта ұстау деген сияқты нәрсе біздің көп уақытымызды алады. Және де балалар кішкентай кезінде, менде тапсырыстар болған кезде балаларды жаңағындай қарау, оларға көңіл бөлу, және де сол екеуін бірге алып жүру қиынырақ болды. Және де бастапқы кезде суреттерді мен галереялар арқылы жұмыс жасадым, солар арқылы саттым. Сол кезде де кішкене қиындықтар болды, себебі мен не салу керек, халыққа не ұнайды. Ұлттық тақырып болса да қандай тақырыптар кішкене сатылуға жақынырақ деген сияқты сол мәселелер кішкене қиындық тудырды деп айтсам болады. Жалпы елімізде осындай суретшілер арасында жарыстар көп болып тұра ма? Суретшілер, өте көп. Жарысы болғанда әртүрлі конкурстар бар. Конкурстар бар, олар өте көп деп айтсам болады. Көрмелер бар әртүрлі. Бағаланады ғой, өнер? Бағаланады. Қазіргі уақытта, бұрынғы уақытқа қарағанда жақсы бағаланады деп айта аламын. Тамаша. Енді осы уақытқа дейінгі аралықта сіздің ең ауқымды түскен тапсырыс қандай сурет болды, жалпы кімнен түсті деген секілді? Өзіңізге де жасау қиынға соқты, бағасы жағынан да ауқымды болды деген секілді. Ең ауқымды жұмыс ол Қазақмыс компаниясымен жасалған жұмыс болатын. Ол кісілер маған көптеген тапсырыс берді. Қаныш Сәтбаевтың портреті, және де сол өздерінің жаңа шаңырақтарына көшкен кезде сол жерде үлкен 3-5 метрлік қабырғаға, 3 қабырғаға сурет салу керек болды. Тақырыбы да ол жерде жаңағындай прям пейзаж, тау, және де сол жерде адамдардың жұмыс жасап жатқан барысын көрсету керек болды. Және де нақты сурет болған жоқ.
маған түсіндіріп айтты. Артқы фонда осындай болу керек, адамдар осындай киімде жұмыс жасап жүру керек, осындай техникалар тұру керек деп. Негізі суретшілер енді білмеймін, маған мысалы жұмыс жасаған кезде әртүрлі образдарды, ауызша айтқан образдарды картинаға беру кішкене қиынға соғады. Және де ауқымы өте үлкен болды. 3-5 метр жұмыс. Қанша уақыт кетті? 1,5 ай жұмыс жасадым. 2 стенада толық сурет болды. 1 стенада жаңа Қаныш Сәтбаевтың үлкен портреті болды. Қанша төленді егер құпия болмаса? 3 миллиондай ақша төленді. Осы сіз жасап жатқан дүниелер болсын, суреттер болсын, өнер туындылары болсын, сіздің ойыңызша жалпы ішкі жан дүниеңіз бойынша расымен де бір елімізге пайдасын тигізіп жатыр ма? Әрине пайдасын тигізеді деймін. Себебі мысалы ұлттық тақырыптардағы суретте біз көбінесе халықтың салт дәстүрді көрсетеміз. Мысалы Әбілхан Қастеевтің қазіргі кезде суреттері керемет жақсы бағаланады. Не үшін? Өйткені ол сол кездің анау 1900 жылдардың бастапқы кездегі біздің қазақтың өмірін, немен айналысқанын өте жақсы көрсеткен. Ол тарих. Сол себепті ойлаймын, біздің жасап жатқан, суретшілердің жасап жатқан дүниесі біздің қазақтың өнерін дамытуға, қазақтың салт дәстүрін көрсетуге ықпалын тигізеді. Жалпы сіздің шығармаларыңызды көріп өнерге дейтін құлшынысы, махаббат асылған жандар бар ма? Әрине. Мен әр суретімді қазір енді Инстаграм парақшасына салам ғой, жүктеймін. Менің көп аудиториям сол жерде. Сол салған кезде адамдар өздерінің ізгі тілектерін, ниеттерін білдіріп жатады. Кейбір менде мынандай да жағдайлар болады. Пенсияда отырған үлкен кісілер осы келіп сізден үйренсем бола ма, сіздің өнеріңіз маған прям керемет ұнады деп жатады. Ол әрине мені қуантады. Және де көп деген эмоция алып жатады, керемет екен. Бір кісі болды, операциядан жаңадан шықтым. Сіздің жұмыстарыңызды көріп, бір емделетін сияқтымын, бір жаныма сондай емдік бір дүние береді дегенде жаңағындай тілектер, сондай комментариялар алып жатам. Соған қарағанда әрине ойлаймын, менің жасап жатқан дүнием адамдарға, белгілі бір адамдарға әсер етеді. Өнер жолында, суретшілікте өзіңізді қанша жасқа дейін көресіз? Енді өмірімнің соңына дейін осы жолмен айналысам деп айталам. Өйткені білмеймін, мен өзімді дәл қазіргі уақытта өнерсіз, осы картиналарсыз көре алмаймын. Мүлдем өнердің жалпы осы шығармашылық барысында мүлдем ешқандай идея туындамай, өнерге дейтін құлшыныс өшіп қалатын сәттер болады ма? Әрине болады. Ондай кезде қандай шара қолданасыздар? Адам болғаннан кейін әртүрлі ситуациялар болады, әртүрлі жағдайлар болады. Кейде көп жаңағындай үлкен ауқымды жұмыстар алған кезде шаршайсың. Сондай кезде болады. Кейде ойлайсың, осы жұмысты тастап кетсем бе екен дейтін кездер бастапқы кезде көп болатын. Қазіргі кезде енді мен жұмыс жасаймын, ондай прям өз-өзімді жаңағындай жұмысқа қатты салып жібермеуге, арасында демалыс алуға, және де уже әрбір жұмысты тапсырысқа алған кезде де шамама қараймын. Бұл жұмысты орындаған кезде қаншалықты менің энергиям кетеді, қаншалықты менің уақытым кетеді. Соның бәрін қарастырып, солай өзіме ыңғайлы, өзіме жаңағы шамам келетіндей, энергиям қатты таусылмайтындай жұмыстар алуға тырысамын. Қайда дүниеге келсеңіз, осы жолда қайда таңдауға дайынсыз? Әрине. Астана қаласы сіздер секілді таланттыларға жұмыс жасауға ыңғайлы ма? Әрине ыңғайлы. Мен үшін Астана қаласы өте ыңғайлы. Осы жерден көп менің осы
алға деген осы үлкен жұмыс құлшыныс, үлкен жұмыстар, көптеген тапсырыстар осы қаладан басталды. Сол себепті маған Астана өте ұнайды, және де бұл жерде мейлі жас болсын, мейлі үлкен адам болсын, өнермен айналысуға мүмкіншілік өте жоғары. Ендеше біздің көрермендерімізге өзіңіздің ішкі бір тілегіңіз, не болмаса артыңыздан келе жатқан суретшілерге айтар ақыл кеңесіңіз болса. Өнер жолын бастағысы келетін, өнер жолын жаңа бастап жатқан адамдарға айтатыным, ешқашан өнерді бастасаңыз жол тастамаңыз деп айтқым келеді. Себебі әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі қиыншылықтар болады. Оған қарамастан, егер сіз өнеріңізді шыңдап, ары қарай дамытып, жұмыс жасай берсеңіз, міндетті түрде белгілі бір дәрежеге жетесіз. Рахмет, Динара ханым. Уақыттың алтынға пара-пар сәтінде уақытыңызды бөліп, келгеніңізге ойыңызды бөлісіп, өз өнер туындыңызбен таныстырғаныңызға біздің атымыздан үлкен алғыс білдірем. Сізге тек шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Сізге де рахмет. Сіздерге де үлкен рахмет. Осындай бағдарлама жасап, осындай жастарды әртүрлі қырынан ашып жатқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет достар, сіздермен бірге болған Ол кім бұл не бағдарламасы келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.